Уа. Так, ұйқыдан тұрғансың ғой, ё-майо. Так, мына басым сынып кетті, мына кеше көп ішпеу керек еді. Ё-майо. Так. Мына жақта, так, мен айтпақшы, кеше ғана досыммен осы ауылға көшпеген болатынбыз мына жерде. Мына жерде қазір досым кеше көп ішіп қойып, мініктерге түсіп қалған болатын. Қазір мен досым шығарып қайтайын мен, ё-майо. Так, менде қазір ақшал бар, мына жерде алмаздар бар. Соңғы қалған алмаздарға мен қазір мына жерде тұрған полицейлерге алмаз беріп шығарып алайын ана досымды. Короче, досым деген, Вася деген досым бар. Қазір соны құтқарып қайтайын мен. Ана жерде, мына жерде міне полицейлер тұр, мына жерде. Так, полицейлер, қалайсыздар, қалайсыздар? Амансыздар ма? Так, мен досымды шығарып алуға келіп едім мына жерден. Бола ма ашуға? Так. Есік ашық екен. Так, рахмет. Так, мына жерде үндемейді полицейлер. Так, досым осы жерде ма? Досым. Ой, досым, ұйықтап жатсың ба? Ё-майо. Мен ғой. Мен ғой. Досыммын ғой. Танымадың ба? Чё там, қалайсың? Кеше не болды? Есімде түк жоқ. Кеше көп ішіп қойдық. Әсіресе сен көп ішіп қойдың. Ана кетіп бара жатқан менттерге ше, мына екі полицейге боқтап, боралап, мәссаған не аузына не келген бәрін айтып, сосын сені қамап тастады, досым, сен ішкенің үшін. Ана ойбаш, көзіңе не болған, досым? Фингал. Кеше білмеймін. Тұрсам, бір көзім ауырып тұр. Сені мына полицейлер сені ше, фингалмен ұйықтатқан сияқты ғой. Так, мен сені досым құтқарып алайын. Досым сені мына жерде шығарып алайын. Так, кіре ғой, шыға ғой мына жерде. Есті қалашты. Мына жерде бір адам бар, мына жерде Айдос жазып тұр ғой. Ол білмеймін, что-то кешеден сөйлеп атым, сөйлемейді. Сөйлемей ма? Давай тезірек шығайық мына жерден ше, қазір. Кетті, қашайық мына ұстап. Жоқ, қашпа. Мына жерге алмаздан беріп кетейін мен. Алмаздан беріп, мына шама құтылып кетейік та шама. Қазір қайта қамап жесе. Досым, мен кеше осы ауылға жұмыс іздеуге келіп едік қой, ё-майо. Қарным ашып кетті мына жерде ше. Қарным. Мен жақта адамда тұра ма екен, қазір. Адамдардан жұмыс сұрап көрейік мына жерде. Қарным ашып кетті мына жерде. Мына жақта адамдар жетелдер ма? Мына жақта адамдар бар ғой. Жиналып тұрған ес? Жаймен деп барып көрейік. Мына жақта не істеп жатыр екен адамдар жиналып. Жұмыс жайлы. Өзбектер, жұмыстан жөнелеп істеңдер. Мен ол істемей кеткесіңдер ма? Тез болыңдар. Демалуға 5 минут беріп сосын істеп тастаңдар. Шөп тазалап, балтаны істеп. Не деп жатыр? Бірдеңе деп жатыр, бас. Әкім ау деймін, не? Сәлеметсіз бе? Қалайсыз, мырза? Біз осы ауылға көшіп келдік бұлай. Неяқта біз әне жерде, жақын жерде тұрамыз. Сіз осы ауылдың әкімісіз бе? Әкімге ұқсайсыз мына жерде? Сендер что-то көрмедің ғой? Біз кеше ғана келдік. Біз сізді бірінші рет көріп тұрмыз. Неяқта адамдарды неғып жинап алдыңыз? Бұлар өзбектер ғой. Әкім тапсырма берді кеткен маған. Әкім тапсырма берді. Сіз әкім емессіз ба? Түріңіз әкім ұқсайды, анда бизнесмен сондай сияқты ұқсайсыз. Не ғой, мырза, бізге ше? Не ғой, мырза? Ойбай, жамбы жауып отыр ма? Біз Вася екеуміз ше? Вася екеуміз жамбыға үйреніп қалғанбыз, Біз жамбыға үйреніп қалғанбыз, жамбы жауса да. Короче, не жақта бір адам бұл мына жерде бір адам. Бастыр, мына жерге адамдар келген ба не? Біз туралы айтып жатыр ма, Танымам, что-то тоқташ. Кеше, Раузер, кеше біреу түрмеге алып кетті, что-то ана албетіндегі соған ұқсап тұр. Біз туралы өстіге айтып жатыр ма? Жақсы, давайте, жіктер. Давайте, жақсы, давай. Не үшін қайда барасың? Бізге тамақ беріп, кішкене арақ беріп дегендей. Давайте, жіктер, давай. Мынау. Бада екен ғой, бірдеңе сұрайын десек, жұмыс жайлы. Кетіп қалыңыз бірден. Мына жерде. Арақ бермейін ба? Мына жақта. Тоқтан, сендер жақсысыңдар. Андай арам ойларың жоқ па? Арам ойлар дегенде ма? Жоқ. Біз мына жерде. Просто мына баланы кеше түрмеге алып кетіп жатқан. Көріп қалдыңыз ба? Біз кеше көп ішіп қойып едік, сол
мына досым кейде қуат ішкенде ше андай неше түрліні айта береді. жақсы давай. Мырза не ғой? Айта берді, неге келдің? Мырза біз мына жаққа ауылға ше жұмыс жайлы келіп едік, типа жұмыс бар ма жоқ па білмеймін, сұрап көрейік деп сіздерге келіп тұрық енді былай. Жұмыс тола ғой, жұмыс тола қара. Заттар, мынау бутылкалар көріп тұрсың ғой. Иә, бутылкалар көріп тұрмын мына жерден. Осылардың бүтін жинап, мен қызы, короче, мен жұмысшыма әкеп бердім де жинап. Осы сендерге, короче, ақшаларын береді. Ақшаларды ма? О, жақсы. Мына жақта дүкенге кіруге бола ма? О, керемет мына жерде дүкенді әдемі жасап қойыпсыздар. Ема. Айтпақшы, бастық не? Магазин қарызға кіріп жатырын аңғараса сен. Налогын төлемегенсің ғой әлі. Налогын төлемеген? Барып төлеп тасташы мен, қазір ақшамды берем. Не ғой мына жерде алма сәбіз жеуге бола ма? Банан жеуге. Дос, Вася келсе алма жеп алайық та тойып алып ше. Алма жейсіңдер ма? Алма ма? О, рахмет. Так, мына жер жаңбыр жауып жатыр, жаңбыр тоқтату керек еді. Ема шаршап кеттік мына жерде. Бастықтың менеджері бар ма? Бастықтың менеджері отыр ма? Алмадан төлмейтін сияқтысың ғой сен, түріңе қарасам. Ау? Не деп жатсыз сіз маған? Алмадан су тоймайды. Мә, сізге рахмет. Жақсы екенсіз анда, қарапайым. Жақсы жеттер. Жұмысымызға. Жұмыстарын тез істеп. Кеттің онда. Вася бергел. Вася бергел. Жұмысымызды. Вася ма не бұнда? Вася ғой, ол қазақ емес бұл, орыс қой, түріне қарасаңызшы. Арақты көп ішеді, қатты ішеді ол. Так, мен жинай берейін ба, осылай? Так, оппана. Осылай жинай берейін мен. Так, жаңбыр жауып отыр, ё-майо. Алып тастайын мен дауысын ше, жаңбыр қатты жауып отыр жерде ше. Бастық, короче, төлеп тастадым, все болды, бәрін, налогы бәрін төлеп тастадым. Короче, саған сен жалақыңды айлап, жалақыңды беріп тастайын. Мына жақта есік бар екен ғой, мына жақта. Қайсы қай жерде? Кешкім, Вася, үйдің артындамын. Давай. Санап қойшы жаңа қалған ақшалардың бәрін. Мына жерде бір есік бар екен, мына жерде. Неге бар? Жақсылық болып кіріп алайық. Ема. Ойбай. Байқа. Байқа. Кетті. Талға. Ой, мына жерде. Ақша ұрамай, үндеме. Тезірек бутылкалы жинап тастайық, сосын ақша береді бізге. Сосын тамақ сатып аламыз. Опа. Мына бутылкалар жинағанда олар бізге ақша көп бермейді. Ақшаны ұрлансақ болмайды. Бізге бермейтін, бізге ше бермейтін сияқты. Жаңа клиенттер азайып, еще ақша жоқ деп жатыр бізге. Анау үстіне киіп алған сары деп ғой. Ақшасы көп сияқты соның бар ғой. Бермейтін сияқты ма, бермейтін сияқты, жинаса. Бермейді да, бізді андай адам қорлы көріп тұрған жоқ қой. Адам көрді ма, тезірек жинап, берек. Так, мырза, тоқтаңшы. Болды, мынаны ше, жинап болдық. Маған ала қойыңыз, мусорларды ала қойыңыз. Молодец. Енді бізге алмаз ба, ақша ма бересіз ба? Мырза, неге аз? Сосын. Берейін ба дағы? Бер дегенде аз беріпсіз ғой. Басқа ақшаңыз жоқ па не беретін? Бар ғой. Бизнесмен емессіз ба? Тамақ, бізге тамақ керек емес, ақша керек қой бізге. Не болды сізге? Қанша дегенде білмеймін. Сол миллион теңге берсеңіз де болады бізге. Миллион теңге істеу үшін мен үйме ордарда туалет жалып сенірсіз. Маған миллион теңге бермейді ғой да ше? Саған бермейм мә. Таста онда кім Вася кеттік мына жерден, ауылдан кете салайық. Мына қалталарында ше ақша көп, бірақ бермей тұр бізге ше. Ой, сылтаулар жаман, кеттік тастай салайық. Тастай сал, кете салайық. Жо, тастай. Ана бірдеңе деп жатыр ғой. Бастық, налар жұмысқа салуға болады ғой, негізі ақшасын беріп бір алдық қойып. Қайтам сен бара бер жұмысыңа. Жүр немесе жүрші мен қасына. Біз жүрсінші. аналар бізге қарай келе жатыр. Тоқтаңдар, бірдеңе айтамыз. Қандай? Не болды? Қазір мен сендерге ше көп ақша берем да. Бұны ше ақшаға ауыстырсаңдар, бұл көп ақша болады да. Сендерге короче бір ұсыныс бар ғой. Қандай ұсыныс бар? Короче бізге
короче күніге бізде жұмыс табылады, сол жұмысты күніге істеп жүрсеңдер. Жақсы ақша табамыз ба? Бір ай Басып бойы. берейінші. Мыналар не Басына заданиялар береміз ғой, бір андай бір жер тонап бет, там бас полицейский жер тонап бет, там бірдеңе. Короче, біз сендерге ше, Иә. біз сендерге қара жұмыс ондай бермейміз короче. Қандай жұмыс? Задание береміз. О, жақсы ақша бересіз бе бізге сол кезде? Ұрмастай досым деп Қазір қара, кім ұрып жатыр, ұрған жоқпын. Мә саған біреу. О, мә саған. Ема, бастық сізге ырзамыз, ема, сіз бізге көп бердіңіз ғой, рахмет сізге. Иә. О, қандай жұмыс бар? Онда жақсы онда. Мына жаңбыр қойғаннан кейін ше, сізге барайық та онда ертең ба, или кешке жақын ба, барайық та сізге. Қазір демалып алыңдар. Қазір мен сендерге кішігірім тамақ берейін. О, тамақ па, рахмет сізге. Ема, рахмет сізге. Кешке тамақ келесіңдер ғой? Иә, жақсы, рахмет сізге. Ема, анау бала жақсы екен, бізді жұмысқа алайық, анау мұнау деп тұрсып. Бауырым, сенің атың кім? Танысып қойық, менің атым Данчо болады. Раузым ба? Мынау мен досым аты Вася. Қазақ емес, мынау орыс қой. Орыс досым. Раузер, короче, аналардың тірлікін шешіп тасташы ма? Бай, не тірлік мынау? Бастық, бастық. Бізде білсек бола ма? Не тірлік анау? Или секрет па? Жоқ, қаладағы бизнескілердің налогтары. Жақсы. Жақсы онда, Ако мырза. Кешегі сен врачкаларыңа тиіскен ба анау қара жұмыс істеп жүреді. Анау сен қалада бизнеспен айналысатын врачкаңа тиісіп кеткендер ма? Кім? Не дейсің? Анау ма сен қаладағы бизнеспен айналысатын врачкаң ба? Сол. Жақсы онда. Рахмет сіздерге. Біз енді үйге қайта берек. Ертең ба, кешке ма сіздерге барамыз ғой. Жұмыстарыңыз айтарсыздар. Жақсы онда. Вася кеттік онда. Таста. Вася, таста. Алма жатыр ғой. Алмаз алғылсын жерде ақшаны. Ақшаны жерге тастама бауырым. Біз бай емеспіз ғой. Сол мен басым ауырып қойды. Ана көп сөйлейдік ана екі кісілер ше. Тоқта. Короче ше. Вася. Ауылға келгенде анау жақсы кісілер екен, анау бизнесмен болса да ше. Анау екеу біз аңды жүр ма, не бәле? Қараш? Ана екеуіне сеніп қайы жоқ, бізде ғой. Бізге ше, бізге қара жұмыс бермейміз дейді ғой, андай жұмыс береміз дейді ғой. Епайт соттап кетпеге анау. Аналар білмеймін. Ана түрмеге барып жылайын жоқ. Сол ғой, кезінде қандай жұмыс істедік білесің ба досым? Кезінде рахаттанып, үйіміз, машинамыз болып, қазір осындай күйге түсіп қалдық. Арақ ішкеннің кесірінен бұл. Сол арақ ішіп, сол салынып кеттік нанға, енді осында ағаш үйде тұрып. Не әйеліміз жоқ. Потолктан су өтіп жатыр. Потолктан су өтіп жатыр. Енді амалда бұйықтай Данчо. Кім? Амалда бұйықтай енді кім? Вася, давай енді. Жабысып бұйықтай бәрібір ғой, екеуміз бұйықтай осылай жабысып ше. Жақсы, осы жатайық біз. Ертең ба, кешке жақын ба, барайық та осы кісілерге қандай жұмыс береді екен.